Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге молочная девочка тортын жасауды көрсететін боламын. Ыдысымызға 400 грамм сұғы шұңғымызды құйып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа және 160 грамм ұн және 1 ас қасық разрыхитель салып барлығын араластырамыз. Міндетті түрде миксерлеу керек, барлығы бірдей қалыпқа түсіп, ұнымыздың барлығы ерігенше 5 минут көлемінде миксерлейміз. Бізде осындай масса болып шығады. Пергамент қағаздарына мен диаметрі 22 сантиметрлік домалақтар сызып алдым. Және де тортты осы домалақтың үстіне 2 ас қасықтан салып, осылай домалақтың шетіне қарай айландырып жағып алып шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп жақсаңыздар, торттарыңыздың барлық жеріне бірдей болып, бір жер жұқа, бір жер қалың болмай, күшті болып жағылады. Печкамызды алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 2-3 минутта беті золотистый цвет болғанға дейін осылай пісіріп аламыз. Печкадан шыққан қоржықтардың барлығын осылай матаның бетіне түсіріп алып, суығанын күтеміз. Оған дейін крем дайындаймыз. Ал бізге кремге 800 грамм сливки және де 140 грамм қант керек болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, миксерлейміз тоқтатпай. Менде крем дайын болу үшін 10 минутта тоқтамай айландырып тұрдым. Қоржығымызды қойып болғаннан кейін оның үстіне кальциясымызды кигізіп, диаметрін шығарып аламыз. Әр қоржықтың арасына мен 2 ас қасықтан кремді салып отырып жағып отырдым. Торт жасаған кезде міндетті түрде осы кальцияны пайдалансаңыздар болады, өйткені торттың тегіс шығуына, кремнің бір тегіс жағылуына жақсы көмегін тигізеді. Кремді жағып болған соң, тортымызды осы қалпында жарты сағат көлемінде холодильникке қоятын боламыз. Біз оған дейін вафельный кружка дайындаймыз. Бізге 70 грамм жұмыртқаның ақ қуысына 70 грамм сахарный пудраны саламыз. Оның үстіне 70 грамм бізде сливочный береганы ерітіп, осылай саламыз. 70 грамм ұн салып, барлығын миксерлейтін боламыз. 1-2 минут көлемінде миксерлеп, барлығын бірдей массаға келтіріп аламыз. Печкамыздың табасына пергамент төсеп, дайын болған массамызды саламыз. Жұқалап отырып жаямыз және печкамызға беті золотистый цвет болғанға дейін пісіріп аламыз. Кішкене уақыт суығаннан кейін пергаменттен түсіріп алып, оқтаудың көмегімен сақтайтын боламыз. Қатты сақтауға болмайды, өйткені торттың бетінде әдемі көрінбей қалады. Дайын болған соң, осылай тортымыздың шетінде видеода көрсетілгендей етіп айландыра жағып алып шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.